Педагог мәртебесін көтеруде біз ұстаздарға көзқарасты өзгертуіміз керек. Әрбір мұғалім, мысалы республикамызда 350 мыңнан аса мұғалім бар, олар үлкен қызмет жасап жатыр. Мына балалардың білім біліктілігін арттыруда, біздің жас жеткіншектерімізден үлкен тұлға азамат жасауда. Сондықтан да мұғалімнің жұмысы шығармашылық болу керек. Ол еш нәрсеге қатты алаңдап, қиындықтан өтпеу керек. Осы мәселелерді зерттеп зерделей келе, әріптестермен ақылдаса отырып, мына бұған дейін портфолио жинап келген болса, бұл портфолияны алып тастауды шештік. Өйткені портфолио негізінен ол қағаз бастылыққа мұғалімнің негізгі жұмысынан алаңдатуға алып келетіндігі тұрғысынан дәлелдеп көп дәйектер келтірілді. Екіншіден, қажетсіз тесттің көптігі, шамадан тыстығы айтылды, оны да біз зерттеп зерделедік. Сондықтан педагогик психологияға қатысты тесттерді алып тастадық та, тек ұстаздың өзінің жаңағы пәніне қатысты тесттер қалдырдық. Негізгі ұстаным мұғалімнің жетістігі оқушының жетістігіменен бағалану керек. Яғни неғұрлым мұғалім оқушыны жетістікке жеткізіп, оның білімін ұштап жатса, сондай мұғалімдерді біз көтермелеуіміз керек, қолдауымыз керек, оларды іздеп табуымыз керек.